Міне осындай жерге келдік. О, көрме. О, işte осындай паркке бүгін бала шағаны алып келдік. Біздің тәттібайымызды үлкендер бөлек кетіп қалды. Өзіміз міне осы жерде кішкентаймен жүрміз. Осындай не бар? Батут сияқты. Міне, как всегда, қыдырудамыз. Қыдырғанда, негіз біз қыдырғанда ақшаға емес, әшейін қыдырамыз, жүреміз ары бері. Мен сендерге айтам, не обязательно көп ақша керек. Ең главное көңіл ғой. Көңіл и бала шағаның қасында жүріп, қыдырып. А так жұмыс десең, жұмыс деген ол бітпейді ешқашан. Жұмыс деген бітпейді ешқашан. Сондықтан уақыт зымыран ғой, мен сендерге айтам. Уақыт бар ма? Қыдырыңдар, болыңдар, бала шағаның қасында болыңдар. Көрдіңдер ме, уже біздің мынау үлкен балалар уже көп нәрсеге уже қызықпайды. Көп нәрсе уже біраз басқа жерге ойнағысы келеді. Сондықтан пока кішкентай бала ол тек қана сол сендермен қасында жүреді. Сондықтан міне возможность болса міне қыдырыңдар, естіп. Міне осындай кішкентай бала тек қана сол сендермен қасында болады. Қалғандар уже үлкендер сендермен қызық болмайды. Міне керемет мынаяқта балаларға сәл үлкендеу болғанда кішкене ойнайтын жер. Бірақ дәу екен, мынау жерде батут па бірдеме бар екен ғой, ең төбесінде. Космонавтта.